Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, Германия соғысқа дайындалып жатыр. Германия Ресей тарапынан төнетін қауіптің тым жоғарылап бара жатқанын және қорғаныс шығындарына бөлетін қаражатты арттыруға кірісті. Бұны Шольц бірнеше рет мәлімдеме жасап айтқан болатын. Енді Германиядағы әскери адамның өзі ресми түрде мәлімдеме жасады. BBC-ге берген сұхбаты кезінде Путиннің тарапынан қауіптің төнгенін, Германия алдын ала соғысқа дайындалып жатқанын мәлімдеді. Яғни Германияның Мюнстер қаласында тіпті тұрғылықты халықтар мына әскери оқу жаттығу кезіндегі гүрсілдерге еттері үйреніп кеткен. Енді бұл жаңағы әскери оқу жаттығулар одан әрі күшейін деп жатыр. Бұны Германияның қарулы күштерінің өзі анық сезіне бастады. Германияның қарулы күштері Бундесвер қорғанысқа бөлетін қаражатты арттырмақшы. Мысалы, бас штаб бастығы генерал Карстен Бройер BBC-ге берген сұхбатында былай деді: Ресей бізге қауіп төндіріп тұр, Путин қауіп төндіреді. Біз бұл қатерді болдырмау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Ал НАТОға алдағы 4 жылдықтың ішінде ықтимал шабуыл жасалу мүмкін екенін де ескертіп қойды генерал. Генерал былай дейді: мәселе менің қанша уақыт қажет ететінімде емес, Путин бізге дайындыққа қанша уақыт береді, соған байланысты. Неғұрлым ерте дайындалсақ, соғұрлым жақсы деген болатын Германиядағы генерал. Яғни бұл әскери адамның өзі айтып отыр бұны. Яғни Германияда сауалнама жүргізілген, сол сауалнамаға сәйкес халықтың, YouGov дейтін сауалнама жасаған екен. Сол кезде халықтың шамамен 79% Путин тікелей қауіп төндіріп тұр деп жауап берген екен. Бұның өзі көптеген жайды аңғартады. Немістердің қандай халық екенін жақсы білесіздер. Немістер бүкіл әлемге әйгілі техникасымен аты шыққан, және бір емес екі бірдей дүниежүзілік соғыста осы Германияны жеңу қаншама мемлекеттердің әзер дегенде қолынан келді. Әскери істе мойындау керек, Германияның күш қуаты ерекше деп айтуымызға болады. Өтте жаңағы алға дамып кеткен. Өйткені бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліс тапқан Германияның қайтадан аяққа тұруына бар болғаны 15 жыл ғана уақыт керек болған. 15-ақ жыл қайтадан екінші дүниежүзілік соғысқа кірісті. Соның өзінде жалғыз ғана Советский Союз емес, Кеңестер одағы емес, Кеңестер одағы, Англия, Франция, тағы кімдер бар? Және мына Американың өзі әзер дегенде жабылып жүріп Германияны жеңген болатын. Міне енді сондай Германия мына Европадағы қауіпсіздікке алаңдап соғысқа дайындалып жатыр. Бұны тікелей мына әскери адамның өзі хабарлап отыр BBC-ге берген сұхбатында. Халықтың өзінің көңіл күйі осындай. Сауалнама жүргізіп отыр. 79% Ресейден қауіп төнеді деп қабылдап отыр. Демек, немістер іске кірісті деген сөз. Шольцтың айтқаны бұл жай ғана сөз емес екенін енді түсінген шығарсыздар, канцлердің. Ал енді алдағы уақыттары Германияның қандай әрекетке баратынын бақылайтын боламыз.